Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін жесе тіл үйретін сметанниктің рецептісімен бөлісемін. Бізге керек болады 150 грамм сары май, 1 жұмыртқа, 250 грамм ұн, 1 шай қасық қопсытқыш, 100 грамм құмшекер. Ұнға қопсытқышты қосып, араластырып, електен өткізіп аламыз. Ендігі кезекте құмшекерімізді қосамыз. Қатты сары майды ұнның үстіне үккіш арқылы өткізіп ұнтақтаймыз. Қамырымыз осындай песочный болады. Бір жұмыртқаны салып, араластырып, қамырды қолымызбен біріктіреміз. Осындай жұмсақ қамыр шықты. Целлофанға салып, 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Ал енді салмамызды дайындаймыз. Бізге керек болады 4 жұмыртқа, 500 грамм қаймақ, 100 грамм құмшекер. Қаймақ, құмшекер, жұмыртқаны қосып, 10-20 секундтай венчикпен араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Формамыздың ішіне пергамент қағазын төсейміз. Менде 24 сантиметрлік форма. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, екіге бөліп, бір жартысын формамыздың табанына жаямыз. Екінші бөлігімен форманың жан-жағына бортик жасаймыз. Стаканмен немесе шанышқымен жан-жағын түзулеп шығамыз. Салмамызды формаға құямыз. Қызып тұрған пешке 35-45 минутқа қойып пісіреміз. Беті сарғайып, әдемі болып піседі. Пештен алғаннан кейін толықтай суыған кезде ғана формадан босатамыз. Шамамен 2 сағаттай суы керек. Суымай кессеңіз, салма ағып кетеді. Міне сметаннигіміз дайын. Ас болсын. Соңына дейін бірге болғандарыңыз үшін рахмет.